Эйо, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Бауыр Гейм және бүгінгі бізде қасымызда Қыран KZ. Қыран достар, бүгін біз өте қызықты видео түсіргелі жатырмыз. Бүгін біз Қыранға 5 тапсырма беретін боламыз. Егер Қыран 5 тапсырманы толыққан өтетін болса, мен әр қайсыларына 5-5-мнан 5 тапсырмаға 20 мың теңге болма? 25 мың теңге беретін боламын. Қайдағы 20 мың теңге? Йо достар, дәл қазір біз бірінші тапсырмаға өтетін боламыз. Дәл қазір бізде мына 2 көлік тұр. Дәл қазір мен бұл 2 көліктің біреуіне 5 мың теңгені тығып қойдым. Қыран сол 5 мың теңгені табу керек. Ал егер Қыран 5 мың теңгені табатын болса, онда бірінші челленджді міндетті түрде оңтайлы өтті деген сөз. Қыран, дәл қазір мен 5 мың теңгені бір көлікке саламын. Сен сол көлікті табуың керексің. Түсінікті ғой? Әміріңізге құлдық. Жақсы. Достар, дәл қазір мен 5 мың теңгені мына қара көлікке қойдым. Бұл қара көліктің ішінде 5 мың теңге тұр. Ал бұл қара көліктің ішіндегі 5 мың теңгені бізде Қыран KZ табу керек. Бәлкім мына қызылды таңдап қалу мүмкін. Не боларын дәл қазір көретін боламыз. Йо, Қыран, мен қазір 5 мың теңгені бір жерге салып қойдым. Білмеймін, ол мына қызыл мәшіне болуы мүмкін, немесе мына қара мәшіне болуы мүмкін. Егер сен дәл қазір сол 5 мың теңгені табатын болсаң, 5 мың теңге сенікі, және біз келесі челленджге өтетін боламыз. Ал егер 5 мың теңгені таппайтын болсаң, онда біз дәл қазір видеоны осы жерден аяқтайтын боламыз. Ал енді таңдау өзіңде. Так, 5 мың теңгені сен 2 машинаның біреуіне тықтың да? Иә, 2 машинаның біреуіне тықтым. Бензин есе екен ғой. Так, мына барайық. Ашып көруге бола ма? Ашып көріп отыр, міндетті түрде отыр. Саған кез келген зат болады. Яқта яғына 5 мың теңге жоқ яқты. Иә, 5 мың теңге жоқ ол жерде. Ойбай! БМВ. Аха. Ей! Шеңе. Мен Қыран, мен шатастыру мүмкін сені. Бәлкім мынада бар, мынада жоқ деп шатастыру мүмкін. Так, БМВ отырып көрейік. Қысқасы, Қыран, сенде дәл қазір уақыт бітті. Енді сен 2 машинаның біреуін таңдауың керексің. Біреуінде ғана 5 мың теңге тұр. Сен дәл қазір дұрыс вариант жасайтын болсаң, онда біз келесі челленджге тез-тез өтіп кететін боламыз. Егер дұрыс жасамасаң, онда сау бол. Мен қазір бір машинаға атам, сода 5 мың теңге. Так, ат. Соншама сенімдісің бе өзіңе? Атама мен уверенемін ғой, Банганың туған немересі деген ғой менің аты. Так, бізде қызыл машина. Аха, қызыл машина деп ойлайсың ба? Түйсігім что-то... Мәні. Қызыл машина аттың ба сен? Жоқ, қарағаттың. Қарағаттың ба? Жоқ, сонымен қайсыған аттың? Қара, қызыл? БМВ аттың, қарағы. БМВ? Қыран. Білесің бе, өмірде өте қызықты таңдау кезеңдер болады. Бұл ойында тура сондай. 5 мың теңгені алып кету үшін саған өте маңызды таңдау берілген еді. Бірақ сен әрине 5 мың теңгені таптың. Сен дәл қазір 5 мың теңгені ұтып алып, келесі челленджге өтеміз. Уже менде 5 мың теңге бар ма? Иә, бізде 5 мың теңге бар. Байт жуамыз, шешем, класстастар, ағайындар, давай. Так, Қыран, енді қара, сен дәл қазір осы қара көлікпен ары қарай челленджді жалғастырасың, ендеше біз келесі челленджге өтетін боламыз. Йо, Қыран KZ, сен дәл қазір екінші челленджге өттің. Бізде екінші челлендж өте қиын челлендждердің бірі болады. Өйткені дәл қазір мен осы алаңда ары-бері қашып жүретін боламын. Ал сен менің қашып жүрген кезде 30 секунд, жоқ, жарайды, мейлі, 1 минуттың ішінде мені соғып өлтіруің керек. Жоқ, жарайды, тек қана соқсаң жеткілікті. Сол кезде сен екінші 5 мың теңгені аласың. Келісесің бе? Немесе 5 мың теңгені, алдыңғы 5 мың теңгені алып, бұл матчты аяқтайсың ба? Жалғастырам, смело, сен мен ата жоғымсың ғой, давай. Ендеше, Қыран, дәл қазір мен 3-ке дейін санайып, сол кезде сен мені соғуда жалғастырсаң болады. Алысқа тұр. Сөзсе, осы жерден 1, 2, 3. Ал, мен соқ. Барлық басталды, шешең. Ойбай. Тиді ба? Жоқ, тиген жоқ. Тимеді ма, да? Жоқ, тиген жоқ. Байты, жыбырлақ қанша секунд қой. Так. Ойбай, бір орны тұр қалдым. Маған ауыр машина беріп қойғызын, қиын ғой, байт. Тез соғын, болмай ма атуға? Жоқ, ату болмайды. Саған қара, саған подсказка бересен, өте алыстан келіп мен соқсаң болады. Өте алыстан келіп, өйткені мен алыстағы машинаның скорысы. Ойбай! Подсказкың дара бозға бере сал. Байт, 10 мың теңге ма менде уже? Жоқ, Қыран, мынаны сен дәл қазір видеодан көретін боласың. Мен, короче, қашып жүргенім. Сен телепорт жасап, мен соғы өтіп жүрсің боласың. Так, Қыран, дәл қазір сенде 5 мың теңге счетыңда бар. Сонымен общий қосқанда сенде 10 мың теңге. Құттықтаймын. От души смело, мадо. Бірақ қуануға әрі ерте. Дәл қазір сен осы 10 мың теңгені алып кетуіңе болады. Дәл қазір видеоны аяқтап.
Ал бірақ сен ары қарай тағы 3 челленджді орындау арқылы 10 000 теңгені 25 000-ге алсаң болады. Сен ойын жалғастырасың ба? Ойланып көр. Бәлкім алдағы челлендждер сен орындалмай қалуы мүмкінсің. Келесі челленджер қандай челленджер болады? Оны сенің жауабыңнан кейін айтатын боламын. Кейін бола ма, оңай бола ма? Білмеймін, ол саған байланысты. Жалғастырамын. Яу, Қыран, дәл қазір сен 3-ші челлендждесің, мен сені құттықтаймын. Бізде 3-ші челлендж өте бір ерекше челлендждердің бірі. Қара, мен дәл қазір қойып қойдым, сен дәл қазір мына тұрған гаражда тұрсың. Сен дәл қазір осы гараждың жолымен келіп менің қасыма мына такси жұмысына жету керексің. Сенде не бәрі бар болғаны 2 минут қана уақытың бар. Егер сен осы жолдың ішінде, осы уақыттың ішінде осы жолды өтіп маған жететін болсаң, мен саған 5 000 теңге беретін боламын. Ал егер жетпейтін болсаң, өкінішке орай, біз сенімен қоштасамыз және сенің 10 000 теңге жинаған ақшаңды біз өзімізге қалдыратын боламыз. Бұл 3-ші челлендж. Ал енді сен бұл 3-ші челленджбен келісіп қойдың, біз дәл қазір бастаймыз. Менде уақыт басталады. Сен дайын тұрсың ғой, Дайынмын. Ендеше Қыран, сен де дәл қазір өте кезекті, өте керемет челлендждердің бірі бұл көлік уақытқа жету. Ендеше 1, 2, 3 басталды. Қалай, давай тұлпарым ятқа қалдырма. 500 метр қанша уақыт қалған? Талпайым, мен соқ кет. Бірақ идеалны түс қолым, базар жоқ. Давай. Так. Қанша секунд қалды менде? 2 минут берген бе едің? 2 минут бердім, бірақ уақыт айтпайым. Так. Уақыт айтпайсың, бұл давай. Өз күшімен жетіп алайыншы қазір. Таксиге дейін ба? Алашқа дейін? Так. Алдында кедергі шықса менен көрме, енді оларды саналады. Уақытты тоқтатып салған. Примерно менде әлі уақыт бар, әлі 1 минут болған жоқ. Менде пайда смело тормыз басып, жолдан темекім чек қойып, гариланы шыйып. Ой, бірақ 5 000 теңге екен ғой. Ебай, газды бас, ебай. Так. Келе жатсың ба, Қыран? Ема! Келдің бе не? Кішкене қалды уақыттар. Келдің, үлгердің. Парковка идеально тұрып қалайық деген. Үлгердің. Қыран, мен сені құттықтаймын, үлгердің. Қанша 3-ші челленджді өттік? Мен құттықтаймын, дәл қазір сен 4-ші челленджге өтуге шансың бар, бірақ оған өтпестен бұрын мен қазір саған бір сұрақ қоятын боламын. Егер осы сұраққа дұрыс жауап беретін болсаң, мен саған тағы да үстіне 2 000 теңге қосып беремін, түсіндің ғой? Алдыңғы жолда. 2 000 теңге қайда түсіп бара жатыр? Айта бер. Қандай сұрақ? Бұл бірақ ешқандайға әсер етпейді. Қара. Ағашта 9 торғай отыр екен. Сен біреуін аттың, қанша торғай қалды? Сұрақ қайталашы. 30-ға дейін санайым. Ағашта 9 торғай отыр. Сен біреуін аттың. Ағашта қанша торғай қалды? Так, 8. Қанша дейсің? 8. Сенде 8 торғай қалды деп ойлап тұрсың, иә? Жоқ. Так. Торғайлар ағашқа қалмайды. Сондай ма? Білмеймін, бірақ соңғы бір жауабыңды айтасашы. 9 торғай қалды. Өкінішке орай қате. Блять. Жауабы ағашта ешқандай торғай қалған жоқ. Өйткені біреуін атып түсіргеннен кейін біреуі жерге құлады, қалғандары қорқып ұшып кетті. Логично, да? Не, ұшып кетті. Сен 2 000 теңгеден айырылдың. Жақсы, біз 4-ші челленджге өтетін боламыз. Яу, Қыран, дәл қазір сен 4-ші челленджде тұрсың, сен 2 000 теңгеден айырылып қалдың. Енді бізде 4-ші челлендж не болады деген ойдасың ба? Уже айтып қой. Жақсы, қараңдар, Қыран және біздің көрермен. Дәл қазір біз өте сұмдық сұмырай жерде жүрміз. Мен сені бұл жерге не үшін алып келдім деп ойлайсың? Дәл қазір сен мына тұрған трамплиннен секіріп, сальто айналып жерге түсуің керексің. Сенде не бәрі 3 қана попитка болады. 3 попитканың ішінен сальто айналып өтуің керексің. Егер де сен сальтоны дұрыс жасай алмасаң, 3 попитка бойынша саған 5 000 теңге берілмейді. Және сенің бар тапқан 15 000 теңгең менде қалады. Жақсы, онда мен қазір саған бірінші мүмкіндігіңді ұсынайын. Бірінші мүмкіндік. Ал 1. Дайынсың ба? 2, 3. Дайынмын. Айда. Сонымен не болады кен? Так, сонымен
Кран KZ келе жатыр, өзінің алғашқы мүмкіндігі. Айда! Секірді, Содыбет. Бастым! Жоқ. Айырбагым ашылмай қалды ғой, айырбагым. Кран, Бірінші попытка кетті ма? Сенде дәл қазір бірінші мүмкіндігін жоғалтып алдың. Ары қарай екі мүмкіндігін жасай алатын екенсің. Ендеше сенде екінші мүмкіндікті сәтті орындай алам екенсің. Ендеше 1, 2, 3. Ал жалғастыр. Кран KZ келе жатыр, сонымен Қол батыр. Көз қорқақ қол батыр. Жерден бақыт тапқандай. Олады командай бал демеме бұнау. ну почти сальто айналдың деп есептеуге болады бұны ше. Еу Кран, сене дәл қазір үшінші мүмкіндік. 3 бар жерде күш бар. Білесің ғой. Бірақ бұл мүмкіндік сенде соңғы мүмкіндік. Сондықтан сен бұл соңғы мүмкіндікті дұрыс орындауың керексің. Бір сальто 5.000 теңге, сонымен сенде 20.000 теңге. Ал, дайынсың ба? Ақылдарыңды қысқыстан бар. 3-ке дейін санаймын. Так. Сен газды басасың. 1, 2, 3 кеттік. Сонымен Кран. Давай. Давай. Давай, каз 20-200-ге шықты. 200-ге шықты. Так. Давай. Айналды. Айналды. Тоқтар шешестігін. Чемпионат мира. Эй, Кран, сен дәл қазір үшінші попытканы өтіп, үшінші сен бірден емес, екіден емес, үшінші попытканы өтіп, сен сальто жасадың. Дәл қазір бізде повтор болып жатыр. Сен сальто жасап, дәл қазір тағы да 5.000 теңге алып кеттің. Құттықтаймын. Сенде дәл қазір шетінде 20.000 теңге тұр. Мая алдыңғы видеодан да көп тауып жатырмын ба? Иә, әр видео сайын сенің де прибылың көбейтеді. Біз 5-ші, жоқ, мен қазір сенен сұрағым келіп отыр. Шынымен де жүрегім ешқандай да өтірік емес. Қара, шынымен де сенде 20.000 теңге бар. Сен бұл 20.000 теңге алып кетсең болады. Ал 5-ші челленджге өтетін болсақ, соңғы челлендж. Бірақ сен оны өте алмасаң, 20.000 теңгең жоқ болып кетеді. Так, біз ойланып келейін мен қазір. Иә, ойланып келсен. 25 теңге болса, Сабинаны осылай сауға болады. 20 теңге болса, құрмақ шемен піте шығарып отырам. Не қоя себе, давай нахуй. Давай? 25-ға сен рисковать етіп отырсың. Кран, дәл қазір сен 5-ші челленджге өттің, мен сені құттықтаймын. Дәл қазір сен 25.000 теңге алып кетуге шансың бар, бірақ бұл шансты міндетті түрде дұрыс орында, өйткені дәл қазір өте қиын челленджердің бірі болмақ. Ол қандай челлендж десең қара. Дәл қазір менің тотығыз көті бар олы көлігімді көріп тұрсың ғой. Дәл қазір осы тотығыз көті бар олы мәшинесін сен қуалап, яғни қыз қуу сияқты, бізде екінші челлендж сияқты осы көлікті бір соғуың керексің. Бірақ өзінің қиыншылықтары бар. Саған 30 секунд уақыт беріледі. 30 секундта мен соға алмасаң ақша жоқ. Ал егерде 30 секундта мен соғатын болсаң, әдеттегідей 5.000 теңге сенде қалатын болады. Поехали! Ендеше қарап, мен сенің 5 метр алда тұрамын. Мінекей, мен осы жерде тұрамын. Сен менің артымда боласың. Мен осы зонадан шықпаймын. Сол жерде тұра бер, бір орында тұра бер. Қара, мен қазір 3-ке дейін санаймын. Сенде 30 секунд уақыт болады. 30 секундта мені жай ғана бір сырып өтсең болды. Түсіндің ғой? 1, 2, 3. Ал мен қаштым, мені қола. Ал 5.000 теңге кетіп баратыр, 5.000 теңге кетіп баратыр. Мұнда кел, емтігім бергел. Ема, уақыт кетіп жатыр, уақыт кетіп жатыр. Емтігім бергел. Отақ басқа. Опа! Ема, сен жақынап қалма ғой. Ойбай! Зорла! Да, білмейм енді. Мадот. Атма болды, өлтірмейм, пожалуйста, өлтірмеші. Құттықтайым, сен дәл қазір 5.000 теңге, сен толыққанда бүгінгі видеоның челленджін орындап 25.000 теңгені шотыңа алып кеттің. Құттықтаймын. Смело, ты чё нахуй? Сенде дәл қазір шотыңа мінекей Каспиіңе, Каспи голдыңа, өзінің картаңа мен қазір 25.000 теңге аудардым. Шотыңа қарасаң болады. О, базар жоқ, 25.000 теңге. Каспиге ақша түспеген біраз болған еді.
Yo dostlar, ендеше бізде осымен видео аяқталды. Сіздермен болған мен Bauer Games. Егер де сіздерде осындай челленджге қатысқыларыңыз келсе, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мен сол кезде сіздерді видеоға шақырып, осындай қызықты видеоға түсіргізетін боламын. Ендеше сіздермен болған мен Bauer Games. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Чеки пау, айтпақшы лайк басып каналға тіркеліп отырыңыздар. Колокольчикті басыңыздар. Все, сау болыңдар.